Барлықтарыңызға сәлем. Видеода қарасаңыздар, линия тренді сызу арқылы біз алтынның қай бағытта қозғалып жатқанын көре аламыз. Көріп отырғандарыңыздай, алтын бүгін өте жоғары бағаға шейін көтерілген екен. Енді оның примерно қандай бағаларға шейін түсетінін анықтауға болады. Ал оны біз квадрат арқылы зона пробитияларды сызу арқылы анықтаймыз. Зона пробития деп біз нарықта бағалардың не ары не бері жылжымай тұрып қалған кезеңдерін айтамыз. Мысалы, мынау бізде бірінші түсіп келе жатқан кезде нарық осы жерде тоқтаған, тағы да көтерілуге әрекет жасап, осы жерге қайта келіп түскен. Енді осы квадраттың ішіндегі бағаларды бұзатын болса, ол төменге қарай шорт бағытында сделка ашуға болады. Тағы да осындай тұрып қалған 2-3 коробкаларды сызып шығамыз. Неке бағаларды үлкейтіп қарайтын болсақ, коробкада қоршалған бағалар 325 пен 329 аралығын құрайды. Егер де маркет осыдан төмен немесе жоғары кететін болса, біз сол бағытқа қарай сделка ашатын боламыз. Тағы да қызықты ақпараттар келесі видеоларда болады.